Сәлем достар, сендермен бірге химияның сырларын бірге ашатын Арай, менімен бірге болыңдар. Бүгін біз периодтық жүйе тақырыбында сөз қозғаймыз. Химия ғылымында барлық элементтер реттелген ерекше кесте бар. Ол периодтық жүйе деп аталады. Бұл кесте элементтердің құрылымы мен қасиеттерін жүйелейді. Периодтық жүйені түсінбей, химияны толық меңгеру мүмкін емес. Периодтық жүйені 1869 жылы орыс ғалымы Дмитрий Менделеев жасады. Ол элементтерді атомдық массасының өсу ретімен орналастырды. Сонымен қатар, әлі ашылмаған элементтерге орын қалдырды. Кейін бұл элементтер табылып, оның болжамы дәлелденді. Қазіргі периодтық жүйеде элементтер атомдық нөмірі бойынша орналасады. Атомдық номер – ядродағы протон саны. Әр элементтің кестеде нақты орны бар. Бұл орын оның атом құрылысына байланысты анықталады. Периодтық жүйедегі тік бағандарды топтар деп атаймыз. Барлығы 8 топ бар. Бір топтағы элементтердің сыртқы электрон саны бірдей. Сондықтан олардың химиялық қасиеттері ұқсас болады. Периодтық кестедегі көлденең жолақтар период деп аталады. Қазіргі жүйеде 7 период бар. Әр период жаңа энергия деңгейлерін білдіреді. Ал төменгі бөлікте орналасқан элементтер лантаноидтар және актиноидтар деп аталады. Периодтық жүйедегі әр элементтің ұяшығында бірнеше маңызды ақпарат беріледі. Бірінші, атомдық номері. Бұл ядродағы протон саны. Екінші, химиялық таңбасы. Бұл элементтің қысқартылған белгісі. Үшінші, атомдық массасы. Бұл элемент атомының салыстырмалы массасы. Осы мәліметтер арқылы біз элементтің құрылымын анықтай аламыз. Мәселен, натрийді алып қарайық. Оң жағында тұрған цифр элементтің реттік нөмірін білдіреді. Натрийдің реттік нөмірі 11 екен. Ал астыңғы бөлігіндегі сан элементтің салыстырмалы атомдық массасын білдіреді. Натрийдің массасы 23-ке тең екен. Ал ортасында латын әрпімен бейнеленген иероглиф элементтің қысқаша атауын білдіреді. Натрийдің қысқартылған белгісі Na деп белгіленген екен. Периодтық жүйеде элементтер екі үлкен топқа бөлінеді. Металдар және бейметалдар. Металдар кестенің сол жағында және орталық бөлігінде орналасқан. Олар электр тоғын жақсы өткізеді және көбіне жылтыр болады. Бейметалдар кестенің оң жағында орналасқан. Олар электр тоғын нашар өткізеді және қасиеттері әртүрлі. Ал металдар мен бейметалдардың арасында жартылай металдар бар. Олар аралық қасиетке ие. Периодтық жүйе біз үшін неге маңызды? Периодтық жүйе элементтердің қасиеттерін болжауға мүмкіндік береді. Біз элементтің қай топта және қай периодта тұрғанын білсек, оның реакцияға түсу қабілетін шамамен анықтай аламыз. Сондықтан периодтық жүйе химия ғылымының негізі. Оны түсіну меңгерудің басты қадамы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңдар.